ойы бар, балалар. Кәне шарды ашыңыздар, сол шардың ішінде кімге қандай көршісіне айтары бар екен. Мен қазір көршіге ән айтқым келеді. Алтыннан саласың, еліктің тастанып, еліме қарашы. Тамаша мемлекеттік әнұранды орындап берді. Келесі көршіге тағы кімнің айтары бар? Мен қазір көршіме сыйлық беремін. Көршісіне сыйлық бергісі келеді екен. Тамаша. Мен көршінің жақсы қасиеттерін айтқым келеді. Көршінің жақсы қасиеттерін айтқысы келеді. Сабақтан кешіріп келеді. Анық сөз айтпайды. Тамаша. Тәртіпті, білімді жігіт, иә? Тамаша. Жақсы балалар. Рахмет, орындарыңа жайғаса қойыңдар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы көш атасы Қажымұқан. Тақырып бойынша біз мына мақсатқа жету керекпіз. Мәтіннен негізгі, қосымша және детальды ақпараттарды табамыз. Сондай-ақ етістіктің етіс түрлерінен, сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесу барысында қолданып үйренеміз. Күнделік кезек парақшасын аласыздар, сол бойынша өздеріңізді бағалап отырасыздар. Бағалау парақшасына балалар міндетті түрде өзімізді дәптерімізге жазамыз, бүгінгі күнді, тақырыпты жазып қоямыз. Келесі балалар енді жазып болса, біз өткен сабақтарымызды пысықтап өтеміз. Біз өткен тақырыптарда жалпы етістікті өттік. Сөз таптарының ішінде бар, сөз таптарының 9 сөз табымыз бар еді. Соның ішінде ең күрделісі осы біздің етістік. Қандай сұрақтар келіп тұр балалар? Етістік дегеніміз не? Кім айтады кән? Заттар қимыл іс-әрекетімен қимыл қалып күйін білдіретін сөз табы. Өте жақсы. Қандай мағыналық түрлері бар? Қандай мағыналық түрлері бар? Және сабақ. Рахмет, отыра ғой. Етіс дегеніміз не? Етістің қанша түрі бар екен? 4 түрі бар екен. Атап шығайықшы. Бүгін біз сендермен сол етістердің мына жерде ауысып кетіпті, адасып кетіпті біздің етістеріміз. Соны қазір біз өз жайына орналастырып көрейік. Өздік етістіктен бастайық. Мына қатар сіздер өздік етістікті, адасқан етістерді орнына қоясыздар. Ортақ етісті қоясыздар, сіздер өзгелі етісті қоясыздар. Ережесін айтасыздар, және сол етіске байланысты мысал айтасыздар. Өздік етіс дегеніміз істейтіндігі және де өзі істегендігін білдіретін етістің түрі. Тамаша. Ортақ етістің ережесі. Қалыпты жасаған іс-әрекетті ортақ етіс деп атаймыз. Жақсы, қазір сіздің қатарыңыздағы оқушылар дұрыс көріп отыр ма екен? Сіздің айтқан ережеңізге сәйкес екен? Соған назар салыңыз. Келесі сіздердің қандай екен? Өзгелік етіс екен. Ал кетті өзгелік етіс дегеніміз не екен? Ережесі және етістерді табамыз. Тікелей өзгеріп, басқа ел арқылы жүзеге асатын етіс түрі. Мысалы, жолаушының қарнын тойдырса, екі көзі жолда болады. Тамаша. Оқып жүріңіздер мысалдарыңызды. Кейін орап. Дұрыс па балалар? Осы жерде біздің өздік етістің жұрнақтары қандай екен балалар? Мына жерде? Және мән екен, дұрыс па? Жұрнақтар дұрыс түсті ма? Тамаша. Салыс жазысу сөз сұрасты. Жақсы. Келесі. Сендір, бергіз, жазғыз. Тамаша. Бұл біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз болып табылады екен балалар. Мінекей. Істеуші қимыл жасап тұрған адамның өзі көрінбейді. Оны біреуге жасатқызады, яғни жасалынған дүние. Сабақ түсіндірілді, сабақ өтілді. Оқушы сабаққа кімнің келгенін белгісіз болып тұр. Бірақ жұмыс істеліп тұр, орындалып тұр. Жұрнақтары қандай екен?
иә, бұл жерде де тазаланып қойылған не болыпты? Жұмыс кімнің істегені белгісіз, бірақ жұмыс орындалып тұр екен. Бұл жерде біздің өздік етіс пен өзгелік етісті ажырататынымызда, өздік етісте жанды адам істеп тұрған қимыл-әрекетті білдіріп тұратын адам бар екен. Ырықсызда жансыз, бірақ іс әрекет не істеліп тұр? Сабақ түсінікті ме? Иә. Енді балалар, келесі біздің тапсырмамыз жаңа тақырыбымыз бойынша күш атасы Қажымұқан. Дәптерлеріңе түртіп алыңдар балалар. Қарапұшын есімнің батыр бабамыз теңдессіз өнермен жер шарының 54 мемлекетін аралап, 48 медаль олжалаған екен. 20 ғасырдың басында түркі халықтарының ішінде Қажымұқандай мықты тек қазақтар ғана болды. Мен деген небір мықты балуандардың басы басылып, тауы шағылды. Сол кездегі саясаттың салдарынан ол орыс балуандардың атымен күресуге мәжбүр болды. Сталин Қажымұқанның осы ерлігі үшін арнайы марапат қағазын жібереді. Ақмола өңірінен шығып, сонау Америка құрлығы мен Еуропаны бағындырған балуанның есімі тарихта қалды. Ары қарай кезектестіріп, жалғастырып дауыстап оқисыңдар. Сол сұрақтарға міндетті түрде жауап алу керекпіз. Ал бастаймын. Қазақта күш атасы Қажымұқан деген сөз кең тарап кеткен. Оның себебі де жоқ емес. Жалғастырды ғой. Қажымұқан 1883 жылы Ақмола облысында Қараөткел ауылында дүниеге келген. Ол жасынан ақ ерін күшімен ауылдастарын таңғалдырып жүреді. Күрес мектебіне оқуға кеңес берді. Бұл ақылды қып алған Мұқан осы мектепте 2 жыл оқып, үлкен күрес өнерін жолдан алды. Тамаша. Сол кезде қажы атағына ие болып, Қажымұқан атанады. Саратов қаласында ашылған ағайынды Никитиндер циркінде қазақ батыры бірінші рет осы Қажымұқан деген атпен күреске шыққан. Және Бұдан әрі балуан Тегеран мен Кабулда, Мекке мен Мединада өткен жарыстарда жеңістерге жетті. 1913 және 1914 жылы Тройцк пен Парижде өткен жарыстарда әлем чемпионы болды. Қажымұқанның өлең шығаратын да өнері болған. 27 жылы Мұқан қазақ даласының батыры деп атақ берілді. Ұлы отан соғысы жылдары жақсы қарттан тартып қалғанша палуан күш өнері көрсетіп жүрген, жиналған 100 мың сом ақшасын ұшақ жасатып болған Амангелді Имановтың атын беріп майданға жібертеді. Алып күш иесі Қажымұқан 1948 жылы 12 тамызда қайтыс болды. Тамаша. Ал балалар, енді берілген, сол сұрақтар бойынша жұмыс жасаймыз. Раяна, бірінші сұрақ не дейді? Кітапта оқиды. Қажымұқанның Спорттық мансабының басталуына не себеп болды? жақсы. Екінші сұрақта Айзере. Палуанның қажы атануының себебі не? Тамаша. Айсұлтан, одан кейінгі сұрақ. Себепті Қажымұқан жерді Иван Торны Иван, жақсы. Кім қалды? Сабыржан оқып жер. Палуанның 20 тәуекті патшасын жайып басқан деген сөзі қалай Түсінесіңдер дейді. Тағы да. Мағжан соңғы сұрақты оқып жүр. Қажымұқанның күрестегі жетістіктерінен басқа қандай әрекеттің ерлік деп есептеуге болады? Тамаша балалар. Сіздерге тапсырма. 3 топта менде білем. 3 топқа арнайы қатарға тапсырма дәстүрлі тұрмында. Сіздер осы сұрақтарды негізге ала отырып, оқылым мәтінінен біздің оқу мақсатындағы бар ақпараттарды табасыздар. Ол ақпараттар қандай болады? Негізгі ақпарат, қосымша және детальды ақпарат. Дәлелдеген уақыттарыңызда міндетті түрде ережесін айтасыздар. Қандай ережеге сүйене отырып, ол ақпаратты негізгі екенін толығымен түсіндіресіздер. Бөлінеді. Маркермен жазатынсыздар. Енді соныңды толық жазып уақыттар жетпей қалды. Қажымұқан күш атасы сен жас, нас өлем жас, ең алдымен осы жерде емес. Біз білеміз, ақпараттар міндетті. Уақыт болды. Тоқтатамыз. Қосымша ақпарат дегеніміз, яғни жарнама, ол қосымша анықтайтын, қосымша суреттейтін ақпараттар. Біз қосымша ақпаратқа 19
Шылмұхан Стамбулда түріктің атақты палуанын нұрғылы шығады. Сол кезде қанша атағына ие болып Қажымұхан атанады. Және оның Қажымұханның өлең шығаратын өнерде болған. Жақсы. Сәйкес келді ме балалар? Қарап отырамыз. Келесі негізгі ақпарат сөйле ғой. Негізгі ақпарат дегеніміз автордың түсініксіз идеяны баяндауы немесе мазмұндауы. Жақсы. Қазақта кіші атасы Қажымұхан деген сөз кең тарап кеткен. Қажымұхан 1883 жылы Ақмола облысы Қараөткел ауылында дүниеге келген. Жақсы. Сәйкес келді ме балалар? Жақсы. Келесі ақпаратымыз. Детальді ақпарат дегеніміз мәтінді ашып тұратын идеясы. 1927 жылы Қажымұхан Мұңайтпасовқа қазақ даласын батыр деген атқа ие болады. Сөздеріңізге түртіп алып отырыңыздар. Дәптерге жазып алыңыздар. Кет. Негізгі ақпарат дегенімізді білеміз, я? Одағай сөздеріміз араласып келе береді. Сол арқылы біздің негізгі ақпаратты толықтыра түседі. Сергіту сәтін ойнап алайық. Сергіту сәті не болды? Қалаған есікті таңдау ойын таңдадым мен. Есіктерді таңдаймыз. Есіктердің ашылған уақытта жаттығу шығады. Соны орындаймыз. Ал кім таңдайды есікті? Ал Дархан. Бірінші есік қоңыр ма? Ал қоңырды ашып көрейік. Не дейді? Үлгі өнеге тәлім тәрбие қалып есікпен басталады. Тамаша. Отбасы ата-ана туралы мақал жеді. Отбасыдан басталады. Дұрыс. Достық, дұшпандық туралы мақал мәтелдер. Дос жылатып айтады, дұшпан күледі. Тамаша. Айтқанда жатқанда керек, дастархан үстінде дұшпанда дос. Тамаша. Бірлік бар деді. Бірлік бар. Тағы бірлік, ынтымақ. Ерлік түбі бірлік. Тамаша. Қошаметтеу сөздеріменен жазуымызға болады. Бұл топта кім еді? Зарина, сен кім? Кім қандай үлес қосып отырды? Тамаша. Ырықсыз етісті астын сызып қойыңдар. Ырықсыз қара қаламменен белгілеп қойыңдар. Бала? Сіз етісіңіздің жұрнағы қандай екен бала? Дұрыс айтасыңдар, ма? Өздеріңіздің әрбір сұраққа жауап бергендеріңізді күнделікке бағалап отырмыз ба? Ұлжалға сұсап. Бағалап отырмыз ба? Жақсы, тамаша. Кім қанша бал жинапты, кім қандай клубта үлес қосыпты, соның бәрі бір тексеріп шығыңдар. Сал кетісті, сабақ кетіске, сабақ кетісті, сал кетіске. Анен айталы. Тыңдаймыз. Сал кетісті ол әбістіктеген жақпылайтын сөз. Дұрыс айтасың. Мұнда сіздерге кері байланыста өзін, яғни бүгін 5-6-7 бал алдым дегендер адам қайтесіз болмас, от түтінсіз болмас деген мақалдың жанына келсе